құрметті қонақтар, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз мақаласында Қазақстан күллі түркі халықтарының қасиетті қара шаңырағы екенін, сондай-ақ қазақтың сайын даласынан әлемнің әр түкпіріне тараған түркі тектес тайпалар мен халықтардың басқа елдермен өңірлердің тарихи үдерістеріне елеулі үлес қосқанын ерекше атап өтті. Олай болса, бүгінгі рухани жаңғыру жалпыұлттық бағдарламасы аясында Қазақстан күллі түркі халықтарының қасиетті қара шаңырағы атты іс-шарамызды бастаймыз. Бүгінгі іс-шарамызды құрметті қонағымен таныстырып өтсем, Орынбаева Камила Еркетайқызы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің оқу-әдістемелік басқармасының бас маманы. Қош келдіңіз. Еуропаны, Египетті, жер жүзінің қай бұрышын алсаң да түркілер тарихы сайрап жатыр. Түркілердің адамзат пайда болғаннан бері жасап келе жатқанлығы ақиқат. Расында да Қазақстан географиялық жағынан түркі әлемінің қақ ортасында орналасқан. Қазақ елінің кең байтақ даласы, көшпенді өмір салтының және сол салт негізінде қалыптасқан түркі өркениетінің төл бесігі. Бүгін түркі тектес елдердің көпшілігінде жоғалып бара жатқан ұлы бабаларымыздың құндылықтары әлі күнге дейін қазақ ортасында сабақты жалғасын тауып келеді. Түркілердің ата қонысы, шыққан жері, төркіні қай жерге екендігі ғалымдардың арасында осы уақытқа дейін талқыланып келе жатқан мәселе. Жалпы қабылданған түсінік түркілердің Алтай тауынан шыққандығы болса да, басқаша пікірлерді қолдайтын ғалымдар да аз емес. Осы орайда Камила Еркетайқызы, сіз өз ойыңызбен бөлісе кетсеңіз, түркілердің ата қонысы, шыққан жері, төркіні қай жер екендігін өз сөзіңізбен айтып берсеңіз. Түркілердің, енді әрине, түркілердің шыққан жері, тегі туралы ең бірінші тарихи деректерге сүйену керек. Табылған тарихи ескерткіштер, табылған тарихи жазбалар, міне солардан бізге мәлімет бере алады. Түрктердің іздері қай жерде болады. Әрине, бұнда ең бастысы мен тарих зерттеушілеріне тоқтауым керек. Орыс академигі Окладников былай деп айтқан болатын. Түрктердің іздерін іздейм десеңіздер, анау Қытайдағы салынған ұлы бекіністен бастап бері қарай Дон, Дунайға шейін ізі жатыр. Сондықтан түрктер осы жерде мекендеген деп айтады. Енді неге тоқтайтын болсақ, жалпы тарихи деректердің өзінде тоқтайтын болсақ, тарихи ескерткіштер, түрктердің тарихи ескерткіштері Орхон, Енисей өзендерінің Талас, Шу өзендерінің бойында табылған. Егер біз Орхон, Енисей ескерткіштері дейміз, сол жерде табылған құлпытастар бізге түрктердің тарихын өте жақсы мәлімдейді. Енді жазбалардың өзіне тоқтайтын болсақ, түркі жазбалардың кезінде бізге қалған құлпытастарында онда түрктердің империясы анау Монголиядан бастап, Дунай, Дон өзеніне шейін созылып жатты деген мәлімет береді. Ал енді нақты тарихи зерттеулер және біздің қазақстандық Өмірбеков пен Манаш Қозыбаевтың зерттеулеріне нақты тоқтап, сол бойынша мекен деген жерін атайтын болсақ, онда ол әрине Алтай тауларынан бастап Дон, Дунай өзендеріне шейін қазіргі жалпы Қазақстан территориясы, оңтүстік, солтүстік Орта Азиялық мемлекеттердің жерлері және Батыс Сібір территориясын қамтыды деп айтуға болады. Ол Енисейден бастап, негізгі Дон, Дунай өзендеріне шейін. Ал енді шыққан тегі және уақытына тоқтайтын болсақ, әрине бұнда тағы бірнеше пікірлерге сүйенуіміз керек. Лев Гумилев бізге не дейді? Лев Гумилев түрктердің тарихы анау біздің заманымызға дейінгі 8-ші ғасырдан бастап біздің заманымыздың 18-ші ғасырына шейін болды деп береді. Ал енді Султанов пен Кляштормеға тоқтайтын болсақ, Кляшторме былай деп береді, түрктердің шыққан уақыты біздің заманымыздың 6-шы ғасыр. Бұл енді кішкене тарихи деректерге шында да нақты келеді. Себебі алғашқы түркі деген сөз Қытай деректерінде 552 жылы кездеседі. 542 жылы кешеміз. Сондықтан 552 жылы біз уже түрік мемлекеттігі пайда болды дейміз. Сондықтан шында да біздің заманымыздың 6-шы ғасырына нақты дерекпен сәйкестендіріп алатын болсақ. Енді түріктердің жалпы
тарихы, ескерткіштері бізге өте көп мәліметті береді. Соның ішіндегі ең нақты мәлімет енді ол мынау қалдырған жазба деректері, Орхон Енисей жазбалары. Ең алғашқы рет осы деректерді тапқан мынау Петр бірінші кезінде Ресейде ол мынау Батыс Сібір жеріне арнайы экспедициялар жіберді. Сонда мистер Шмидт басқарған экспедицияның біреуі Енисей өзені бойында ескерткіштер табады, сыртында жазуы бар. Міне сол жазуы ол 18 ғасырға табылған ескерткіш. Сол жазулар Радлов зерттейді. Міне олар бірінші кезде бұл жазулардың түсініксіздігіне байланысты бұлар негізінде норман тілінде жазылған деп береді. Сондықтан бұлар біздің азиялы емес, шамасы бір демемен үш жаққа жеткен шығар деген ой туындайды. Тек қана 19 ғасырда 1893 жылы Томсон деген швед ғалымы осы түркі жазбаларының құпиясын ашып, бұл норман емес, бұл нақты осы жерде пайда болған, Енисей өзені бойында пайда болған ерекше, ешкімге ұқсамайтын ерекше бір жазу. Осыдан түркі жазуы болған, түркі мемлекеттігі болған деген, және солардан қалған ескерткіштер содан бастап оқыла бастайды. Сондықтан мінекей көріп отырсақ, түркі халқының, түркі тайпаларының тарихы анау тереңде жатыр. Ал енді деректерге сүйеніп болсақ, тағы да біздің заманымыздың 6 ғасырына, енді нақты сүйенсек, сол 6 ғасырына тоқтайтын болсақ, мінекей осылай болып келеді. Ал енді зерттеулердің өзінің негізгі мазмұнына, зерттеулердің мазмұндарына тоқтайтын. Әрине, әр тарихшы өзін тарихшы деп атаудан бұрын, ол бірінші дерекке сүйеніп, сол дерекке сүйеніп қана жазу жүр. Міне осыған байланысты біз түркі мемлекеттігі шағын ғана ме, ол ру тайпа бірлестігі емес, ол мемлекет болып қалыптасқаны бізге сол тақ құлпы тастарда қалған жазулар мәлімет береді. Осы туралы біздің Ахмет Байтұрсынов былай деп айтқан болатын. Тек қана өзінің шаруашылық туралы жазғанда мақаласында былай деп жазған болатын. Әр мәдениеттің тек қана материалдық және рухани мәдениет қосылған кезде оны өркениет деп атауға болады. Ал енді түріктердікі өркениет деме не дейміз? Өйткені олардың қалдырған ескерткіштері нақты жазба, рухани. Олардың толғатқан поэмасы, мынау Тонико, Білге қаған, Күлтегін жазбалар, құлпы тастарында жазылған ол кәдімгі әдеби үлгісінің керемет туындысы. Сондықтан бұл рухани жағын көрсетеді. Ішіндегі мәліметіне тоқтайсың, бұл тарихи сол кездегі болған оқиғалардың сипаттамасы сол кезде жазылған. Құндылығы қайда жатыр, ал енді несіне тоқтайтын болсақ, уақытынан тоқтайтын болсақ, 6 ғасыр, 8 ғасыр аралығындағы туындаған туындылар құлпы тастар. Сондықтан әрине түріктің ескерткіштерін, мінекей түріктің тарихы міне осы уақытта. Енді мен тағы бір кереметінен айтпауыма болмайды. Джавахарлал Нерудың ойын айтуы керек. Ол былай дейді, Европа мен Азия дүркілеген түркілердің қоластында болды деген ойды естен шығармау керек. Сондықтан түркі өркениеті бүкіл әлемге мәлім болды. Сол кезден бастап. Түркі әлемі, түркі мәдениетін ежелден бүгінгі күнмен байланыстыратын алтын көпір. Еуразиялық кеңістіктегі түркі халықтары әлемдік өркениеттің дамуына үлкен үлес қосты. Махмуд Қашқари, Жүсіп Баласағұни, Әл-Фараби, Ибн Сина, Әл-Хорезми, Қожа Ахмет Яссауи, Ұлықбек, Әлішер Науаи және басқа да әлемге танымал тұлғалары бар түркілердің жан-жақты зерттеуіміз керек. Камила Еркетайқызы қазіргі түркі тілдес халықтар мәдениетінің ұқсастығы және де айырмашылығы туралы айтып кетсеңіз. Ой, керемет бір ойды айтқым келіп тұр осында да. Біздің университет, біздің Қазақстан тарихы кафедрасы, Хакасиядағы университеттен біз байланыстымыз. Жиі біз вебинарлар өткізіп отырамыз, конференциялар өткіземіз. Сол жердегі Хакас халқы, олардың түбірі түріктер ғой. Сондықтан олардың түрі де бізге жақын келеді,
тілдері де біз әдебиетпен де байланысып бір-бірімізге әдебиет алмасып отырамыз, олардың шыққан туындылары, ғылыми зерттеулері біз оларға жібереміз, олар бізге жібереді. Сол соңғы жіберген зерттеулерін ашып қарасақ, кәдімгі біздің түркі сөзі біздің қазақ тіліне де жақын, олардың хаққас тіліне де жақын. Тек қана енді қазіргі айырмашылық, әрине қазіргі 20-шы ғасырда саясатқа байланысты біз кішкене өзгердік, енді дініміз өзгерді деген сияқты. Бірақ түбірі бір. Біздің түркі тілдес халықтарымыз, мынау тұрған қырғыздар, мынау тұрған өзбектер, мынау кезіндегі Оғыз мемлекеті, кезіндегі Қимақ мемлекеті, кезіндегі Қыпшақ хандығы, бұл бәрі түркі тайпаларының шыққан мекені. Сондықтан осы жерден тараған, құрылған мемлекеттердің қазір, мынау тұрған Татарстан, Башқұртстан, бұлар бәрі түркі халықтар. Мынау тұрған Түркия мемлекеті, бұл түріктердің нақты сөзіге кезіндегі көшкен 13-ші ғасырда көшкен тайпалардың негізі құрған аланы мемлекеттігі. Сондықтан мынау Азия, Орта Азия және Таяу шығыстағы түркі елі және Иран, Ирак халықтарын міне қосатын болсақ, Қырғызстан, міне осы бәрі Хакасия, Башқұртстан, Татарстан, міне осылар бәрі түбірі шыққан негізгі түркі елінен. Бұл түркі тілдес. Ұқсастығы неде? Тілімізде, ойымызда, менталитетімізде ұқсастық бар. Мынау қалай дейміз, қонақ жайлығымыз, ашық пейіліміз және сөйлегендегі негізгі неге мақал мәтелдерге сүйеніміз, бұл бәрі ортақ. Туындаған материалдық мәдениетке ою-өрнектер және жасалған материал, қылыш, тағы пышақ, нелердің бәрі ортақ, бәрі де ұқсас болып келеді. Әрине, жергілікті несіне байланысты айырмашылығы бар. Және тағы біріне бәрінде де бір ортақ ой менталитеті бар, ділі дейміз немесе, бұл кең пейілді ойлау, ата-бабаға сүйену, жеті ата-бабаны білу, ұрпақты тәрбиелегенде өткен заманға, өткен салт дәстүрге сүйену, бұл ортақ түркі халықтарына тән ұқсастық. Және өзің ғана білмей, маңайындағы жұртқа жағдай жасау деген бұл тағы. Сіз Европа халықтарымен салыстырып көрсеңіз, осындай айырмашылықты байқайсыз. Көпшіл халық, түріктер жалпы көпшіл халық, өз ғана 7 атасын біледі. Сол 7 атасын жақын туыс деп санайды. Бұл тек қана түрік халықтарының. Жағымен атап өткен ареалдың ішінде бәрі осы ортақ, осындай тіл сақталған. Қорыта айтқанда, қазақ елі түркі әлемінің қара шаңырағы, яғни қасиетті шаңырағы. Қара шаңырақта отырған әулеттің белгілі жауапкершіліктері болатындай, қазақтардың да түркі тектес бауырлары алдында жауапкершілік бар екендігін ұмытпауымыз керек. Бұл жауапкершілік қазақ халқының өзінің ата мұрасы, тарихи жәдігерлері, тілі мен салт дәстүріне ие болуды, оларды жаңа заман талабымен үйлестіруді керек етеді. Мықты елдің биік рухы болатынын ескерсек, елдігімізді жаңа ұрпаққа жеткізуіміз үшін ата-бабамыздың рухани мұрасына ие болып, оны жаңғырта түсуіміз керек. Ал енді осымен іс-шарамыз өз мәресіне жетті. Көңіл қойып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Сізге келген үшін көп рахмет айтамын. Рахмет, істеріңізге сәт.